Келесі сөз Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты, заң ғылымдарының докторы, Конституциялық комиссия мүшесі Үнзила Шапаққызы Шапаққа беріледі. Қайырлы күн, қадірлі қауым. Ата заңы мықты елдің тұғыры берік, туы биік. Заман өзгереді. Онымен бірге қоғамда құндылықтар да жаңғырады. Міне, жаңа ата заңымызды әзірлеу уақыттың талабы, халықтың қалауы. Елдің ертеңіне жасалған саналы таңдау. Конституциялық реформаға бүкіл ел болып үн қосты. Өз басым преамбуланы қайта жазу жайлы ұсыныс айттым. Осылайша көптің көкейінде ой қамтыған ата заң құқықтық құжат қана емес, ұлттық құндылықтар кодексіне айналады. Өйткені мемлекеттің шынайы қуаты оның мәңгілік құндылықтарында жатыр. Ал сол құндылықтар ең жоғарғы құқықтық құжатқа айқын бекітілсе, елдің еңсесі биік, болашағы баянды болмақ. Референдумға ұсынылып отырған жаңа конституция дәл осы қасиетті миссияны абыроймен атқарары сөзсіз. Жер бетіндегі жалғыз отанымыз, алтын бесігіміз Қазақстан. Егемендік пен тәуелсіздік, шекара мен аумақтық тұтастық ең жоғарғы мызғымас құндылық ретінде заң жүзінде бекітіледі. Қазақ елі айбыны асқақ мемлекеттердің заңды мұрагері, ұлан ғайыр ұлы дала көшпелілер өркениетінің алтын бесігі. Сол себепті Конституция жобасында 1000 жылдық тарихымыз тұңғыш рет мызғымас ұлттық құндылық ретінде танылды. Адамды ардақтаған, адами қасиет қадірлеген ұлы далада демократияның терең тамыры қалыптасқан. Осы берік дәстүрді заңды жалғасындай болып, жаңа заң жобасында адам құқықтары мен бостандықтары ең жоғарғы құндылық деп жарияланды. Әділетті Қазақстан идеясы да дәл осы асыл мұраттардан бастау алады. Бүгінгі алмағайып заманда сын қатерден сүрінбей өтетін жалғыз жол интеллектуалды, озық ойлы ұлт болу. Сондықтан мәдениет пен білімді, ғылым мен инновацияны заңмен бекіту тарих алдындағы парызымыз, болашақ алдындағы борышымыз. Әділеттілік, заң мен тәртіп, табиғатты аялау бұлар бос ұран емес, ел дамуының өзегі, мемлекеттіліктің тірегі. Бұл өзгерістер ата-баба аманатында адалдықтың, ұрпақ алдындағы жауапкершіліктің, болашаққа деген нық сенім мен батыл қадамның айқын көрінісі. Қадірлі қауым, мемлекетті мықты ететін заңның қаталдығы емес, құндылықтың беріктігі. Сондықтан Конституцияны бір ауыздан қолдауға шақырамын. Құндылығымыз қожырамасын, елдігіміз еңселі, болашағымыз баянды болсын. Назарларыңызға рахмет. Рахмет, Үнзила Шапаққызы.